Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Жақсы. Қазір сабағымызды мынандай бір жаттығудан бастағым келіп отыр балалар. Мен сендерге айтып отырамын, сендер соны қимылмен көрсетіңдер, жақсы ма? Сәлем, достым. Сен қалайсың? Сен қайда болдың? Мен сені сағындым. Сен келдің. Жақсы болды. Жақсы. Балалар, сабағымызды осындай бір достық, бір-бірімізге деген жылы сезіммен бастаймыз. Барлықтарына сабақта сәттілік тілеймін. Енді балалар, мынау топтарға мен түрлі заттар қойып қойдым. Бұл заттар біздің бөліммен байланысты. Біз қазір қандай бөлімде өтіп жатырмыз? Мамандықтарға байланысты. Қазір мұқият қарап, өз қалауларының бойынша сол топқа отыруларыңызды сұраймын. Кітаптарыңызды алыңыздар. Кітаптарыңызды алып отырыңыздар. Балалар, осы сіздердің парталарыңызда тұрған заттарды бір мамандықпен байланыстырыңыздар. Топтарыңызбен ақылдасып, бір мамандықпен байланыстырып, сол мамандық бойынша топтарыңызға ат қоясыздар және сол туралы қысқаша түсіндіріп айтып өтесіздер. Сіздер дайынсыздар, Айша? Жақсы. Онда мына топқа кезек берейік. Сіздер топтарыңызды бұл затты қандай мамандықпен байланыстырдыңыздар? Дәрігермен байланыстырдық. Себебі бұл жерде барлық адамдарды емдеу үшін керекті заттар бар. Перекис, зеленка және де бинт. Сол себепті біз дәрігерге барып көрсеттік. Топтарда дәрігер деп атауыңыз. Топ басшысы кім сіздер? Өзің топ басшысы боласыздар. Жақсы. Келесі сіздер Біз микрофонды көріп, өзіміздің тобымызға журналистер деген ат тауып қойдық. Себебі микрофон журналист мамандығына байланысы бар. Журналистер әлемде болып жатқан жағдайды, хабарды лезде халыққа жеткізеді. Ердәулет, сен болашақ журналист ретінде кішкене хабарлама айтсың. Қайырлы күн, қазақ елі, бүгін бізде қазақ тілін ашық сабақ болғалы жатыр, сондықтан назарларыңыз тек бізде болсын. жарайсыңдар, жақсы. Келесі үшінші топ, сіздер бұл заттарды қандай мамандықпен байланыстырасыздар? Біз осы заттарды көріп, біз өзіміз тобымызға дизайнерлер тобы деген ат қойдық. Не себепті? Өйткені бұл жерде дизайнерлер заттары тұр. Жақсы, рахмет сіздерге. Сіздерде топ басшысы кім болады? Бекар, сіз топ басшы боласыздар. Сіздерде? Айран. Сіздердің алдарыңызда бағалау парағы қойылған. Сол бағалау парағына топтарыңызды бағалап отырыңыздар. Олай болса сабағымызды бастайық, балалар. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен өзімізді жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Балалар, қазір біз сіздермен тағы да бір мамандық түрімен танысқалы тұрмыз. Тағы да бір мамандық түрімен. Ол үшін экранға назар аударайық. Бейнефильмді тамашалауларыңызды сұраймын. Видео басталады қазір. Бұл мамандық жануарлар және жануарлар әлемімен тығыз байланысты. Бұл мамандық иесі тау-тасқа еркін өрмелеп, қалың ормандардан адаспай жол табатын, терең өзен көлдерде жүзе білетін, техника бара алмайтын жерлерге атпен бара алатындай болуы керек. Көптеген жағдайларда жануарларды үркітіп алмау үшін жалғыз баруға тура келеді.
Сондықтан осы маман иесі батыл, ержүрек, епті, байқампаз болғаны маңызды. Енді балалар, сіздерге мынандай сұрақ. Бұл бейне материалда қандай мамандық туралы айтылды деп ойлайсыздар? Қандай мамандық иесі туралы айтылды деп ойлайсыздар? Айсұлу? Бұл жерде жануарларды зерттейтін мамандық иесі деп ойлаймын. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Келесі Айша. Менің ойымша бұл тақырыпта саяхатшы туралы айтылған. Саяхатшы туралы деп айтылды деп ойлайсыз. Нұрасыл? Менің ойымша бұл неде жазық даланың жанашыры деп ойлаймын. Табиғат жанашырлығы деп ойлайсыз, иә? Жақсы. Тағы жауаптарыңыз бар ма? Айғаным. Мен де табиғат жанашыры деп ойлаймын. Жалпы балалар, сіздердің болжамдарыңыз дұрыс жауапқа жақындады. Бұл жерде табиғат жанашыры, табиғат пен жануарлар әлемімен тығыз байланысты мамандық иесі. Ол мамандық иесі балалар біздің Рамазан зоолог деп айтамыз. Зоолог. Рамазан есінде болды, бірақ айта алмай қалдым, иә? Жақсы, зоолог мамандығы туралы балалар. Енді тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Зоолог мамандығы мен жазушы мамандығы бір-бірімен ұштаса алады ма? Иә, Нұрасыл? Иә, өйткені балалар ақыны немесе жазушысы балаларға мақалдар, мәтіндер, өлеңдер жазса, ал сол құстар, балықтар және де тағы басқа жануарлар туралы жазады деп ойлаймын. Жалпы тұжырымы дұрыс, Нұрасыл. Нұрасыл айтады, отыра ғой, рахмет. Балалар әдебиеті жазушысы балаларға арнап өлеңдер, шығармалар жазса, зоолог жазушы құстар, жануарлар туралы жазады дейді. Кездесуге бола ма? Дұрыс айтасың. Яғни балалар, зоолог мамандығы мен жазушы мамандығын ұштастыруға болады екен. Оған дәлел ретінде оқулығымыздың 116-шы бетін ашайықшы. 116-шы беттегі 35-ші жаттығуда мәтін берілген. Сол мәтінді оқиық. Ішімізден барлығымыз бір рет оқып шығайық. Мәтінмен танысайық. 116-шы бет. Болса, қалай басымызды көтеріп отырамыз. Оқытпай Ердәулет, бұл сақалар мәтіннің авторы кім екен? Максим Зверев. Кім аударыпты? Бұл жерде балар, Максим Зверев не туралы жазды екен? Өзі. Қысқаша, Максим Зверев өзі туралы жазған. Өзі ол ең біріншіде тәртіпке тұңғыш рет өзі жазғанда әкесі жағасын ұстады да оның қателерін түзетті. Содан кейін өзі туралы
не жазды? Біздің бастан. Өзі көргенін жазғысы келді де, жазды күні тағы да тал түсте далаға шығып, жан-жағына құстардың сайрағанын көрді де, бір жазып, бір көшірді. Сөйтіп қателері қаптап тұрғанын көрді де, қайта жазып, қайтадан көшірді. Сонда әкесін көрсеткенде, әкесін өз көзімен көрсетті. Жақсы, мәтінде Айша саған осы жері бір әсер қалдырды, иә? Енді осы мәтін бойынша балалар, қазір топпен жұмыс жасайық. Бірінші топ, яғни дизайнерлер тобы, журналистер тобына берейін оны. Сіздер мәтіндегі негізгі оймен тақырыпты не туралы екенін анықтайсыздар. Журналистер тобы. Екінші топ, яғни дәрігерлер тобы, сіздер мәтіннің соңғы бөлігіне ат қойып, қойған атын негізгі ойын қысқаша атау екенін дәлелдейсіздер. Және дизайнерлер тобы мәтіннен біріккен сөзі бар сөйлемдерді тауып жазасыздар. Олар болады. Негізгі ойды табасыздар. Топпен жұмыс істейсіздер, және топ басшысы топты жұмысын бағалап отырасыздар. Сіздерге мәтіннен біріккен сөз бар сөйлемдерді көрсетіп айтуларыңызға болады. Қайсыл жайын? Жай қардашына көршіңіз. Көршіңізді. Мен ақылдасыздар. Біріншісін жоқты дегенсің. Мәністен жүр. Дәрігерлер тобы дайын. Қалған не жоқ? Жақсы, сіздер күтіп отырсаңыздар болады. Басқасыздар. Журналистер тобы да дайындықтарын көрсетті. Сіздер дайынсыздар. Дизайнерлер тобы жылап жатамыз. Дайынсыздар ма? Көрсетіңіздер дайындықтарын. Тапсырмаға үш-төрттің үшеуге дайын, ендешемен сіздердің жауаптарыңызды естігім келіп отыр. Сонымен сіздер қандай жауап бересіздер? Біз соңғы тақырыпқа үйленуден жалықпанды деп ат қойдық. Соңғы бөлімді оқып бересіздер ме? Мен оқып бердім. Менің кішкентай оқырмандарым оқудан үйленуден жалықпанды. Иә. Бұрақты қандай тақырып қойдың дедіңіз? Үйленуден жалықпанды. Бұл соңғы бөлімнің атауы. Және осы соңғы бөлімнің атауы мәтіннің негізгі ойы болады дегенмен келісесіздер ме? Иә. Келісесіздер, иә? Жақсы отырыңыз. Келесі сіздер Мен қалай жазушы болдым. қатты сөйлесіңіз. Тақырып мәтінге қандай тақырып қойдыңыздар? Біз мәтіннің тақырыбы мен қалай жазушы болдым деген тақырып қойдыңыздар. Және сіздерге қандай тапсырма берді тағы да? Негізгі ой. Себебі бұл жерде бала Максимнің кішкентай кезіндегі алдыға қарай талпынуы, жарты жолда қалып кетпеуі және жігері бар туралы айтылған. Сондықтан негізгі ой. Сондықтан негізгі ой мен қалай жазушы болдым. Бұл тақырып қой. Негізгі ойы. Негізгі ой ешқашан істеген затты тастап кетпеу. Өте жақсы. Берілмеу, мақсатына бара жолда қиыншылықты жеңіл деп есептесек. Қандай біріккен сөздер бар екен? Мұнда жазды көбі деген біріккен сөз бар. Тағы да бар ма?
жазды күні. Дұрыс. Бұл қандай сөздерден бірігіп тұр? Жазды күні. Жазды және күн деген сөз, екі сөз бірігіп тұр. Тағы бар ма біріккен сөз? Зоолог. Зоолог деген сөз қандай сөздерден бірігіп тұр деп ойлайсыздар? Зоология және логос. Зоология жануарлар әлемі, логос білу деген сөздерден бірігіп тұр. Жарайсыздар, жақсы. Ары қарай ендеше топтар бір-бірлеріңізді отшашу әдісі арқылы бағалаңыздар. Келесі жұмыс түрі де бала топтық жұмыс болады. Мәтінге қатысты, осы мәтінге қатысты келесі топтың пікірін бөлу үшін пікірге қатысты сұрақтар құрастырыңыздар. Нақты жауап емес бала, пікір білдіретін сұрақтар құрастырайық. Және балалар, осы тапсырма жауабын түсіндіріңіз. Бірден айтқым келіп отыр. Жапон әдісі арқылы бағалайсыздар. Егер сіздердің қойған сұрақтарыңызға ол топтың жауабы қанағаттандырса, дұрыс келісемін. Егер толық келіспесеңіздер, былай жауап береміз. Егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, былай белгі көрсетеміз. Жақсы ма? Айсұлу, қай топқа қоясыз? Екі топқа да Максимнің сұрақ беріңіз. Максимнің әкесі аңшылыққа апарады. Анасының сезімі қандай болды? Мұғалім, мен айтайын. Тағы да басқа. Айғаным. Анасының көзі шарасынан шықты. Себебі бала жас болды, қауіпті болады деп ойлады. Келісесіз бе жауабымен? Жапон әдісімен бағалаймыз. Жақсы. Айғаным, сіз өзіңіздің сұрағыңыз бар ма? Иә. Қоя қойыңыз. Бала Максим ең бірінші аңшылыққа барғанда қандай уақыт есінде қалды? Ең бірінші аңшылықта қандай оқиға есінде қалды, иә? Жақсы. Кім жауап беремін дейді? Інжу. Сонда қоса чеккен арбаны құлайсаң батырға құшбегінен кіріп келе жатқан ұмытпапты. Келісесіз бе? Айғаным жауабымен келісесіздер. Сіздердің сұрақтарыңыз? Бұрасың. Егер бала Максим ғалым зоолог болсаңды жасамауы деген құмаршылығы бәсеңдеген жоқ. Өте жақсы сұрақ. Неге бала Максимнің ғалым зоолог болса да жазушы болсам деген құмарлығы бәсеңдеген жоқ дейді. Ол бір мамандық иесі болды, бірақ ол сонда да қандай арманы болды Нұрасыл? Неге осы құмарлығы басылмады? Жауап береді? Дизайнерлер тобына қойды. Дизайнерлер тобына қойып отыр екен, ал. Егер сіздер жауап берсе, сіздер көмектесіздер. Айсұлу? Ол құмарланып, тек қана жазушы бола отырмай, аңшылықта да қызықты. Сол үшін ол жасамау деген құмаршылығы бәсеңдеген жоқ. Жақсы, отыра қой. Нұрасыл, бұл жауабымен қандай баға бересіз? Келісесіз бе жауабымен? Мені көзі Құмарлығымен бәсеңдемеді, себебі ол және де аңшылыққа шығып отырды, және де жазушы болды. Бүгінгі күнге Максим Зверевтің табиғат туралы 120 кітабы бар. 120 кітабы, жақсы. Айғаным, сіз сұрағым бар екенсіз көтеріп өткенсіз. Мен барлық сыныпқа сұрақ қойғым келіп отыр. Бала Максимнің жазушылыққа қандай қасиеті әкелді? Бала Максимді жазушылыққа қандай қасиеті, қабілеті әкелді? Қалай ойлайсыздар? Айсұлу ма тағы да? Айсұлу? Ол кішкентай кезінде жазуға құмарланды. Ол кішкентай кезінде көп қате кетірді, оны әкесі қызыл қаламмен сызып отырды. Арада бір жыл
Жақсы, жарайсың. Айған бағалар қарайсыңдар, жауабын келісесіз толы. Жақсы бала. Кішкене бала серік болса қалай қарайсыздар? Орнымызда тұрайық бала. Біз серіктеу сәтін батискаф әдісімен қолданып келіп отыр. Яғни батискаф деген бала суда астында жүзуге арналған құрал, иә? Демек, ендеше судың астында біз сөйлей аламыз ба? Сөйлей алмаймыз. Ендеше біз қазір серіктеу сәтінде бала сөйлемейміз. Барлығын ишара қимылмен көрсетеміз. Сіздерге түсіндіргім келіп отыр. Күрделі сөздердің ішінде егер біріккен сөз кездессе, мынандай қимылмен көрсетеміз біріккен сөзді. Қос сөздер кездессе, осындай белгімен, ал қысқарған сөздерді көрсеңіздер, осындай белгімен көрсетеміз. Дайынбыз ба? Тасбақа. Демек, біріккен сөз. Дұрыс. Келесі. Ата-ана. Қос сөз жарайсыздар. Медуниверситет. Ойлаңыздар. Яғни бұл екі сөздің бір-бірінен жасап тұр. Медициналық университет, яғни қысқарып тұр, дұрыс айтасыздар. Келесі геолог. Екі сөздің қысқаруынан жасалып тұр балалар. Геолог. Келесі қосаяқ. Бірігу арқылы жасалып тұр. Қосаяқ. Қос аяқ деген екі сөздің бір-бірінен жасалып тұр. Біріккен сөз болса, осындай белгі көрсетеміз. Келесі тау-тас. Ып-ыстық. Қаз-ып-у. Дұрыс. Ата-баба. Алты-бақан. Жақсы. Осы күрделі сөзге қатысты келесі бұлар мынандай оймен жалғастырғым келіп отыр. Қарды кесек әдісін біз білеміз, иә? Менің қолымда қарды кесек деп ойлаймын. Қазір міне қыс мезгілі. Сіздер қармен көп ойнайсыңдар. Солай ғой? Қар әдісін білесіңдер ме? Сол сияқты бізде қазір осыны қар деп елестетеміз. Қос сөздер айтамыз. Біріккен сөздер, сіздер қысқарған сөздер айтасыздар. Бір-бірден. Кім айтамын қалады, сол топта бір балтымен қалады. Ата-баба жарайсың. Тесілер. Мен қажықтай алмай қалдым. Тұс-тұстан жарайсыздар. Жақсы, топ-қашысы бағалап отырыңыз. Сіздерде біріккен сөз бен қысқарған сөз. Біріккен сөз. Жүсіпбек жарайсың. Алты-бақан. Дұрыс, жарайсың. Інжу. Қаштай жарайсыздар. Келесі сіздер қысқарған сөздер айтасыздар. Медуниверситет. Айым. Бұл біріккен ұлттар ұйымы, иә? Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Жарайсыңдар, қатты сөйлемдер бар. Жарайсыңдар, ешқандай топ бұл жерде тоқтап қалмады.
Дана, мен Сәкен Сейфуллиннің «Көкшетау» поэмасын оқып отырмын. Көкшетау? Ол не туралы екен? Жазушы Көкшетаудың сұлу табиғатын суреттеп, оқжетпес жұмбақтас Бурабай туралы жазған екен. Көкшетау? Оқжетпес? Қызық екен. Сонда Оқжетпеске шынымен оқ жетпей ме екен? Жоқ, кезінде батырлар сол таудың шыңына садақ атып жеткізе алмаған дейді. Өте биік тау болған, содан оқжетпес аталыпты. Ол тау қайда? Ол Көкшетауда. Көкшетау Қазақстанның солтүстік шығыс бөлігінде, сондықтан мына жақты қарайық. Мен табайыншы. Ал тап. Міне таптым. Көкшетау. Көкше және тау деген сөздерден шыққан. Екі бастыз. Қаланың аты екі бас тұз деген сөздердің бірігуінен шыққан. Ол екі кесек тұз дегенді білдіреді. Ол да біріккен сөзге жатады. Сонда қалай? Біріккен сөздер дегеніміз бірігіп кеткен сөздер ме? Иә, екі не одан да көп түбірден құралған сөздер біріккен сөздер. Мысалы, тас және бақа, тас бақа. Қырық және аяқ, қырық аяқ. Қол және шатыр, қол шатыр. Сары және шаян, сары шаян. Алты және бақан, алты бақан. Бағдар және шам, бағдар шам. Сол сияқты Көкшетау. Ақ төбе, ақ тау, сары ағаш. Тауды қорған сияқты қазақтың жер су атаулары да біріккен сөздерге жатады. Ай және гүл сөздерінен құралған Айгүл деген қыздың аты да біріккен сөз. Біріккен сөздер екі не одан көп түбірден құралады. Бір мағына береді, бірігіп жазылады, бір сұраққа жауап береді. Сонымен, Көкшетау поэмасынан сіз қандай әсер алдыңыз, аға? Керемет Дана, көкшенің таза ауасын жұтып, көліне шомылып қайтқандай. Қайталайық. Біріккен сөздер. Екі не одан да көп түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін күрделі сөздер біріккен сөздер деп аталады. Мысалы, Көкшетау, екібастұз, қаламқас. Жер, су аттарын білдіретін біріккен сөздерден қатар келген екі дауысты дыбыс сақталып жазылады. Мысалы, Сарыағаш, Шилөзен, Әулие ата. Екі түбірден бірігіп жасалған кісі аттарындағы қатар келген екі дауысты дыбыстың бірі сүрініп жазылады. Мысалы, Торайғы, Мырзәлі, Қожахмет. Екі дауысты дұрыс болса, біреуі Кейбір біріккен сөздер өзгерген қалпында айтылуы бойынша жазылады. Мысалы, жазды күні, ботагөз, оқа. Біріккен сөздер екі не одан да көп түбірден құралады. Бір мағына береді, бірігіп жазылады, бір сұраққа жауап береді. Енді бала, осы бейнефильмнен алған мәліметтерін, және осы уақытқа дейінгі алған мәліметтерімді пайдаланып, бүгінгі сабақты бекіту үшін тест тапсырмасын орындаймын. WhatsApp-тарыңызға сілтемесін жібердім. 4 воспоминания ашсаңыздар болады. Сонымен осы бүгінгі сабағымызды бекітейік, балалар. Біріккен сөзді табыңыз. Ашылды ғой, белгілеп отырады. Дұрыс жауап белгілеу. Біріккен сөз табыңыз. Мұнда қайсысы біріккен сөз?
балалар, неге осындай жасы сіздер құптаған дос береді. Келесі мысалы, фильм не туралы болды? Біріккен сөздер туралы дұрыс. Так, белгілеп қойсаңыздар, маған балын жіберіңіздер. Белгілеп қойсаңыздар, басыңызды көтеріңіз балалар. Неше бал жинадыңыз? 9 бал жинадыңыз. Маған жіберіп отырыңыздар балалар. Жинаған балдарыңызды жіберіп отырыңыздар. Рас болдыңыз ба? Жақсы. Балалар, жақсы. Мен сіздерді жаңағы бағалау парағында фотоға түсіріп жіберіңіздер. Және тесттің балы бәрін қарап отырып сіздерді бағалаймын. Балалар, бүгінгі сабағымыз соңына таман кетіп қалды. Сабағымызды Максим Зверевтің менің кішкентай оқырмандарым оқудан үйренуден жалықпаңдар деген сөзімен аяқтаймын. Барлықтарыңызға сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Үйге тапсырма 117-ші бет 38-ші жаттығу сабағымыз аяқталды.